Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бірыңғай жіктеудің нәтижесінде тірі табиғат алуан түрлігінде белгілі бір тәртіп орнатылады. Жүйелеу тірі ағзалардың бір-бірімен туыстығын белгілейді. Ағзалардың жүйелік орнын анықтау ғалымдарға ағзаның шығу тегі, басқа ағзаларға ұқсастығы, тіршілік үдерістерінің ерекшеліктері, басқа түрлер эволюциясындағы рөлі туралы толық түсінік береді. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дихотомиялық әдіс, дихотомиялық кілттерді қолдану. Дихотомиялық кілттерді ең алғаш 21 ғасырда Жан-Батист Ламарк ұсынды. Бүгінгі сабағымызда біз дихотомиялық кілттердің құрылысы қандай, дихотомиялық кілттің көмегімен алдымыздағы ағзаның қандай түр мен туыс екенін анықтай аламыз ба деген екі сұраққа жауап береміз. Кілттер екі сатыдан тұрады. Әр сатыдағы белгілер сипаттамасы бірін-бірі толық жоққа шығарып отырады. Белгілер теза, қабылдау, және антитеза, теріске шығару деп екі сатыдан тұрады. Алдымызда бақа мен құрбақаны салыстыру кестесі тұр. Осыған қарап отыратын болсақ, бақа мен құрбақаның бас пішінінің формасын салыстыратын болсақ, бақаныкі үшкірлеу келеді, ал құрбақаныкі дөңестеу келеді. Тері жамылғысына келіп тоқталатын болсақ, бақаныкі ылғалданған, ал құрбақаныкі құрғақ болып келеді. Сол сияқты тістерінің болуы, алдыңғы артқы аяқтарының болуы, қозғалу ерекшелігі, мекен ету ортасы туралы барлық белгілер жинақталған. Алдымызда нақты екі ағза, бақа мен құрбақа сипатталған. Енді осы дихотомиялық кілтті қолдана отырып, антитеза мен теза сатыларын қолдана отырып, біз Е деген жәндікті анықтауға тырысайық. Е жәндігі мінекей алдарыңызда тұр. Бастайық. Аяқтары бар ма? Әрине, аяқтары бар. Иә, 3 деген санға түсеміз. 6 аяғы бар ма дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жоқ. 7, 8 аяғы бар. Жоқ, бізде 6. 6-ға бастайық. 8 аяғы бар ма? Иә, 8 аяғы бар. 12-ге келіп тоқталдық. Денесі бір бөліктен тұрады. Жоқ. Бір бөліктен тұрады. Санайық. Жоқ, 2 бөліктен тұрады. Ендеше мінекей 2 бөліктен тұру 14-ші түрді анықтап тұр. Бұл бізде не екен? Өрмекші екенін біз сіздермен анықтадық. Сол сияқты балалар, теза мен антитезаны қолдану арқылы біз сіздермен осы жердегі адам бастап ашқа шейінгі бүкіл жәндіктерді анықтай аламыз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.